Сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін жасайтын тоқашын булочки жасаймыз. Мендегі ұн екінші сорт ұн. Балдарым осы екінші сорттан жасап көрейінші деп шештім. Әлі қаралау болып шығады. Енді анда-санда қара ұн жеп тұруымыз керек. Сол үшін жасап көріп жатырмын. Енді ең алдымен біз електен өткізілген ұнды аламыз. Және де оған бір қасық дрож, және шекерімізді саламыз, және 2 жұмыртқамызды саламыз. 2 жұмыртқаны салып, және де май құйып, жылы сүтпен қамыр илейміз. Осы жылы сүтімізбен қамырымызды илеп, жұп-жұмсақ қамыр шығаруымыз керек. Осы жұп-жұмсақ қамырымызды қатты емес, жұмсақ емес, орташа көлемде илеп, бастырып, қолымыздың көмегімен илеп аламыз ары қарай. Сөйтіп 2 сағатқа, 3 сағатқа бастырып қоямыз. Бұл дрож қосылғаннан кейін бұл ашу керек, бұл қамыр. Енді бұл қамырды 2-3 сағатқа қойып болдық. Шамалы көтерілді. Осы көтерілген қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Домалақ қып бөліп аламыз. Осы бөліп алған қамырларымызды тақтайдың үстіне қойып, тағы да көтерілгенін күтеміз. Осы шамалы домалақтап алып қойып қоямыз. Бір 10-15 минутқа қойып қоямыз да, бетіне майлық жауып. Осылай бетіне майлық жауып, бір 10-15 минутқа қойып қойыңыздар. Шамалы әдемі болып көтеріледі. Мен оның қара ұн, шамалы бидай қосылған қара ұнға істеп жатырмын. Енді осылай, енді мен посыпкасын істеймін. Бетіне себуге кішкене 2 қасық ұн аламыз, және де май, бөлме температурасындағы, және де шекер салып, осылай араластырып, посыпкамызды дайындап аламыз. Осы посыпкамыз үгітіліп, әдемі болып тұрады. Бұны соны дайындап алып жатырмын. Енді әдемі үгітіліп дайын болды. Енді біз тұрған булочкамызды, көтерілген булочкамызды енді жаямыз. Осылай жайып, арасына карамель салып жіберемін. Карамель салыңыздар. Аздау салыңыздар, болмаса тесіліп ағып кетеді. Көп салсаңыздар. Осылай жайып, ортасына кішкене ғана карамельді салып жеңіздер. Дәмі кіру үшін. Осылай домалақтап, пешіміздің ыдысына орналастырамыз. Осылай жасаймыз. Осылай бірнешеуін жасап аламыз. Сіздерге көрсетіп жатырмын, осылай жасаңыздар. Домалақтап алып. Енді басқа түрінде көрсетемін, енді булочка тәріздесін. Енді осылай жайып алып, осылай қолымызбен жіңішкелетіп, бұрап булочка шығарамыз. Осылай формасын шығарып аламыз. Осылай формасын шығарып аламыз, әдемі булочка шығады. Осылай дайын болған булочкамызды бір 5-10 минутқа тағып қойып қоямыз. Көтеріліп тұру керек, бетін жауып. Одан кейін жұмыртқаның сарысын салып, осылай жағып шығамыз көтерілген тоқаштарымызға. Сосын бетіне посыпкамызды сеуіп шығамыз. Сосын алдын ала қыздырылған пешімізге 170 градусқа бір 25 минутқа салып аласыздар. Енді әркімнің пеші әртүрлі. Енді көресіздер. Мен өзім 170 градуста 25 минутқа салып алдым. Өте қып-қызыл болып, әдемі болып піскен арасы. Енді посыпкамызды бетіне сеуіп жіберейік. Осылай. Өте керемет, дәмді болып шыққан. Бұл 2 сорт высший, екінші сорттың бір высший сорты ғой. Енді сондай ұннан жасап жатырмын. Ағын жей бергенше шамалы қара ұннан да жасап көрейін деп шештім.
Осы әдемі болып пушкалеріміз әдемі болып шыққан. Арасы да өте әдемі қуыс-қуыс болып пісіпті, керемет болып. Осылай жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де видеом ұнаса, соңына дейін қарап, комментарийді жазып кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Осымен тоқаштарымыз дайын. Бізге ас болсын.